Түркістанда мешіттен көп нәрсе жоқ. Мына оңтүстік Қазақстан білесіздер ма? 1000 мешіті бар, жалғыз облыс мынау Түркістан облысы, Шымкент, оңтүстік Қазақстан. Деп атқасаң болды, алдыңа ұстаз шығады бұяқта. Көрдіңіз ба? Сұрауы жаман болады оның. Сұрауы жаман болады. Бар ілім, ғалым иесінен сабақ алмадың ба? Алланың алдына не деп жауап бересің ертең? Не деп жауап бересің? Қолым тимеді деп айтасың ба? Жұма күні азан шақылған кезде дейді Алла Тағала, тастаңдар дейді. Бүкіл бәрін тастаңдар дейді. Фасау иля зикрилла. Алланы еске алуға қарай асығыңдар, ұмтылыңдар, жүгіріңдер дейді Алла Тағала. Таста пайдасы жоқ бәрібір. Именно сол уақыттағы берекет жоқ бәрібір. Көрдіңіз ба? Сол мінекей жұма күні жұмамен қаннен қаперсіз өмір сүріп жатқан ағайындарға айтып қойыңыздар. Жұма күні айналайын, бір сағат барып қайт бар Құдайға. Ана ризығыңды беріп жатқан сол Құдай ғой саған. Қаласа қысып тастайды ризығыңды, ал сосын барып келесің. Обязательно қысқан кезде келу керек емес шығар.